Сәлем қайырлы күн достар. Мотор құрау барысында свештің де қалай тұруы аса маңызды. Міне мынау кірер ауыз, ал мынау шығар аузы. Мынау карбюратор жақтан бензин келеді, ал мынау өртеніп күштіл жақтан түтін болып шығатын ауыз. Осы барыстағы мына жақтан келген свештің басы осы екі клапанға қарап тұрған дұрыс. Өйткені мотоциклдегі бензин мен тоқтың зажиганиясында аздаған өзгерістер болған жағдайда бұл свештің мына басы, мына ашық жақ басы сол екі клапанға қарап тұрса, ол көп әсер етпейді. Жаңағы зажиганияның өзгерісі бұл мотоциклдің оталуына көп әсер етпейді. Егер кері қарап тұрған жағдайда, ол әрине өзінің кері әсерін жасайды. Сіздерге толық видеосын көрсете кетейін. Мүмкіндіктің барынша мына ашық аузы міне осы клапанға қарап тұрғаны ең дұрыс. Одан кейін мына свештің де неғұрлым осы біреулігі дұрыс. Видео ұнаса қолдап лайк басып отырыңыздар. Міндетті түрде достарыңызбен бөлісіңіздер. Әрі каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.